бастаймыз. Тақырыбы проблемалық оқыту технологиясы. Жоспарымызға тоқталатын болсақ, бірінші проблемалық оқытудың мәні және мақсаты, екінші проблемалық ситуация және оны химияны оқыту барысында қолдану, үшінші проблеманы айқындау кезеңінде қолданылатын тәсілдер, төртінші проблеманы шешу кезінде қолданылатын тәсілдер, бесінші проблема шешімін жасауда кеңінен қолданылатын тәсілдер. Проблемалық оқыту технологиясы дегеніміз не? Жалпы соған тоқталып өтейік. Жалпы проблемалық оқыту оқушылардың танымдық белсенділігін қалыптастыруға бағытталған және ол оқыту арқылы іске асырылады. Бұдан проблемалық оқыту оқушылардың ой санасының белсенді жұмыс атқаруын және нәтижесінде олардың ой өрісінің өз бетінше шығармашылық жолмен даму нәтижесінде жүзеге асырылады. Проблемалық оқытудағы негізгі ұғымдар: проблема, проблемалық сұрақ, проблемалық тапсырма және проблемалық жағдаят. Проблема дегеніміз, жалпы проблема дегеніміз субъектінің өзінде бар іздену құралдарымен білім және икемділік және іздену тәжірибесі және тағы да басқаша шешуге болатын жағдайларды айтамыз. Проблемалық ситуация дегеніміз шешуді талап ететін, іздендіретін, ойландыратын күрделі жағдайдың тууы. Химия пәнінің әрбір тақырыбын өту барысында ғылыми болжам жасауға жетелейтін проблемалық жағдаяттар тудыру ерекше орын алады. Проблемалық оқытуды ұйымдастырудағы шешуші рөл, яғни тәсіл проблемалық жағдаяттар тудыру. Бұл тапсырмалар оқушылардың ой өрісін кеңейтеді, ойлана білу қабілетін дамытады, ғылымға, пәнге деген қызығушылықтарын арттырады, төзімділікке, шыдамдылыққа, аңғарымпаздыққа баулиды. Проблемалық жағдай дегеніміз өзіне күрделі әрі қиын қандай да бір тапсырмаларды шешуге қажетті мәліметтерді оқушының өзінің іздеп табуы. Енді дәстүрлі оқыту формасымен проблемалық оқыту технологиясын қолдану барысындағы айырмашылықтарына тоқталып өтеміз. Яғни дәстүрлі оқытуда проблема қойылмайды, мұғалім тарапынан тапсырмалар берілетін жауап дайын, қарапайым тапсырмалар. Ал нақты жауап оқулықта қосымша материалдарда болады. Ал оқушы нысан, ал ол орындаушы, мұғалім жетекшілігі, басшылығы үстем болады дәстүрлі оқытуда. Ал сыныптағы бар оқушыларға арналған тапсырмалар бірдей. Ал проблемалық оқытуда алдарына проблемалық сұрақтар қойылады, дайын жауап жоқ, проблема шешуді талап ететін, зерттеушілік шығармашылықты қажет ететін тапсырмалар беріледі. Оқушы бұл жерде субъект ретінде қарастырылады, ол дербес ізденуші. Еш нәрсені қайталамайды, дайын дүниені көшірмейді, өзінің ізденімпаздығы, проблеманы шешуге деген талпынысын қанағаттандыру керек. Мұғалім бұл жерде ақылшы, кеңесші, ұйымдастырушы, бағыт беруші болып табылады. Ал оқушылардың жан-жақты дамытуға және тұлғаға, оның қабілеттерін арттыруға бағытталған шығармашылық сипаттағы тапсырмалар беріледі. Енді келесі тоқталатынымыз проблемалық жағдай туғызуға мынадай ережелерге сүйену керек. Бірінші, проблемалық сұрақтарды оқушылардың білмеуі көбінесе. Екінші, проблемалық сұрақтарды шешуде студенттердің, білім алушылардың бұрынғы қалыптасқан білімін пайдалану, ол жетпеген жағдайда жаңа ұғымдарды іздестіру болып табылады. Леннердің проблемалық оқытуды 4 негізгі деңгейін анықтап көрсетеді. Бірінші, дәлгерлік баяндама дейді. Екінші, эвристикалық пікір алмасу арқылы. Үшінші, ізденіс, жеке ізденіс. Оның ішінде жартылай ізденіс те кіреді. Төртінші, зерттеу әдістері болып 4-ке жіктейді. Проблемалық оқытудың жалпы міндеттері оқушылардың білім жүйелерімен ақыл ой практикалық қызметін тәсілдерін меңгеру, танымдық дербестігі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқушылардың өз бетінше ойлау қабілеттерін дамыту болып табылады екен. Проблемалық оқыту ғылыми дүниетанымды қалыптастырудың негізгі тәсілі
тәсілі, ол адамның танымдық және практикалық қызметін реттеп отыратын белгілі бір жеке бастық субъективтік тұрғыдан реттелген болып ұсынылады. Яғни бұл жерде идеалдық эмоциялық, яғни бағдарлардың жоғары синтезі ретінде анықталады екен. Проблемалық оқытудың маңызы мына жерде жіктеп қойып отырып, оқу пәндері арасында өзара байланысты дамуына жағдай туғызу. Екінші, ғылыми дүниетанудың қалыптасуы. Білім мазмұнының барлық құрамында бөліктерінің байланысы талап етіледі. Үшінші, пәнаралық байланыс жан-жақты тәрбие беру процесінде барлық салалардың жүзеге асыруына ықпал жасайды. Пәнаралық байланыс педагогикалық әрекеттің ғылыми негізінде тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі екен. Проблемалық тапсырмалар сабақтастығы жаңа қорытындылардың қандайда және қалай пайда болғандығын дәлелдейді және логикалық ойлауға, ғылыми іздену жолына бағытталады екен. Химияны оқытуда проблемалық жағдай туғызудың бірнеше тәсілдері бар. Соларға тоқталатын болсақ, біріншіден оқушылар белгісіз бір түсіндіруді қажет ететін деректерді хабарлау немесе көрнекі көрсету. Оқушының білім мен қарастырылатын фактілер арасында қарама қайшылық туындау. Үшінші, белгілі теория негізінде фактілерді түсіндіру. Төртінші, белгілі теория негізінде болжам жасап, оны практика жүзінде тексеруге химиялық эксперимент арқылы, мысалы, біз беріп жатамыз ғой, сол жерді қарастыруға болады. Бастапқы шарттары және нәтиже берілгенде шешімнің тиімді жолын табу. Алтыншы, берілген шарттар бойынша шешімді өз бетінше табуы. Төртінші, тарихи принципті қолдану, яғни бірізділік деп осыны айтады екенбіз. Келесі, проблемалық оқытуды басқа әдістерден айырмашылығы. Яғни, білім оқушыларға дайын күйінде ұсынылмайды, керісінше олардың алдында белгілі бір проблема, жаңада айтып өттім ғой, өз бетінше шешу міндеті қойылады деп. Осылайша іздену әрекеті барысында шешімді оқушылардың өзі тауып білімді игеруге жол ашады. Оқыту содан шығып тұр, бағана технологияның ерекшеліктеріне тоқталдым ғой. Енді проблемалық оқытудың әдістерінің ерекшелігі алдын ала белгіленген немесе кенеттен проблемалық мазмұндау, зерттеушілік, лабораториялық, яғни зертханалық жұмыс бұл жерде. Мәселені проблемалық тапсырма арқылы шешу. Проблемалық жағдай ойын түрінде, проблемалық жағдайды туғыза отырып, рөлдерді сомдау, мысалы, химияда. Осындай шарттары бар. Проблемалық жағдай оқу үрдісінде оқушылардың әрбір қиын тапсырмаларды шешуде қолданылады. Проблемалық жағдай оқушыға ой салады. Оны өзі не ұстаз көмегімен шешеді. Проблемалық жағдайдың ең құндылығы оқушылардың оқу материалдарын тереңірек меңгеруіне, терең ойлауына мүмкіндік береді. Проблемалық оқытуды бірнеше жіктеп көрсетіп отырып, яғни зейіннің дамуына мүмкіндік жасайды, шығармашылық белсенділік артады, ізденушілік қабілеті дамиды, білімді игеру қарқынын тездетеді, сөздік қорын толықтырады, білім алушылардың өз бетінше ойлауын мәжбүр етеді, өзіне баға беру әрекеті дамиды, байқампаздықты дамытады, танымдық іскерлік дамытады екен. Жалпы қорытындылай келе дәрісімізді бәріңізге өздеріңіз оқу практикасында мектептен өткен кездеріңізде бұл проблемалық жағдаяттарды қолданады, тапсырмаларды дайындайды деп үміт артамыз. Назар салып тыңдағандарыңызға Жаннұр маңғаз екеуің де батырмын. Ұршатпен өтіп жатырмын.